Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каланхоэ гүлі жайлы айтқым келіп отыр. Қалай өсіру керек, қалай өсіріп баптау керек, сол жайында айтқым келіп отыр. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. 2024 жыл 6 қаңтар айында мінекей осындай гүлдерім менің өте керемет жайқалып гүл ашып тұр. Осындай керемет гүл ашу үшін не істеу керектігін айтатын боламын. Августтың аяғында мен гүлдерімді гүл ашқан кезде гүлдерін кесіп тастап, өскіндерін қырқып, атроска алған болатымын. Соларды жекелеп осындай қауашақтарға отырғыздым. Топырағы қарапайым, құм араластырдым. Кәдімгі дала топырағы, көбіне сол екеуін араластырып отырғыздым. Кейбіріне дүкендегі топырақты аз ғана араластырдым. Бұтағын кесіп алып, мен атросканы топыраққа тығып отырғызған болатынмын. Содан өсіп шыққан мінекей осы гүлдерім керемет гүл ашып жайқалып тұр қаңтар айында. Осындай қызыл әдемі гүлдер майда. Аптасына бір-ақ рет суғардым. Суғаратын суды алдын ала бір ыдысқа құйып, тындырып қойып қоямын. Бір суткаға, бір тәулікке. Содан кейін барып, осы тындырылған сумен суғарамын. Қысты күндері топырағы құрғаған кезде құйыңыздар. Бір апта, не болмаса 10 күнде бір құюға болады қысты күні. Ал жазды күндері, енді күн ыстық кездерде аптасына 2 рет құюға болады. 2 рет болғанда топырағы құрғақ болған кезде құйыңыздар. Каланхоэ гүлінің жапырағы қалың болғандықтан, сол жапырағында көбіне суды сол жапырағында сақтайды. Егерден топырағы құрғап кеткен болса, сол жапырағы арқылы қоректенеді бұлар. Мінекей мынау каланхоэ гүлінің басқа түрі. Жапырақтары да басқаша, алдындағы гүлдерге қарағанда. Бұл гүлде өте әдемі, ерекше.
Менің алдындағы видеоларымды көрген болсаңыздар, жапырақтан да отырғызған болатым. Жапырақты осылай топыраққа тығып отырғызған болатымын. Мінекей ол да осындай өскін шығарып, енді гүл ашып тұр. Сары гүл ашып тұр. Жапырақтан да өсіруге болады. Каланхоэ гүлі табиғи күн сәулесін сүйеді. Күндіз кәдімгі терезенің алдына күн жаққа қойсаңыздар, өте әдемі болып жайқалып өсетін болады. Ал түнде жарық көзі болмау керек. Қараңғыда гүлдер тынығады. Түн болған кезде гүлге жарықтың түспегенін қадағалаңыздар. Міне бар болғаны осы ережелерді сақтасаңыздар, гүлдеріңіз гүл ашатын болады, осындай әдемі болып, керемет болып, жайқалып өсетін болады. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Әлі алда тағы да жақсы видеолар болады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.